Қайырлы күн. Көбіңіз кепкен жеміс-жидек жеу арқылы ағзаларыңызды улап жатқандарыңызды білесіздер ме? Я кәдімгі дүкендерде, базарларда сатылатын мына дастарханға, отбасымызға, бала-шағамызға алатын кепкен жеміс-жидектерді жеу денсаулыққа өте зиян болуы мүмкін. Осы видеода мен сіздерге пайдалы және зиянды кепкен жеміс-жидектерді қалай оңай ажыратуға болатыны туралы айтатын боламын. Кепкен жеміс-жидектердің денсаулыққа пайдалы екенін барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Сондықтан бұл видеода мен пайдасынан көрі қалай дұрыс таңдау керек сол туралы ашып айтатын боламын. Сөзімді сары өріктен, яғни өрік дейді, біреу курага дейді, осыдан бастағым келіп отыр. Сары өрікті таңдаған кезде бір болады ғой, сап-сары, көздің жауын алатын, қызғылт сары, әдемі, жылтыр, жұмсақ, осындай өріктерден аулақ болған жөн. Өйткені сатып алушылар көп болу үшін, жақсы өту үшін жәнегі химиялық жолмен сары өріктер өңделеді әдетте. Оның жиі кездесетін түрі сыртын майлайды, және парафинмен өңдейді. Менің ойымша ең қорқыныштысы ол жәнегі күкірт диоксидімен өңделеді екен. Күкірт диоксидімен өңделген нәрсе әрине ол құрттамайды, ол шірімейді, ол әдемі болады, ол көздің жауын алады, кез келген дастарханның сәні болатын әдемі өрік болады. Бірақ денсаулыққа зиян екен, ол барлығымызға аян нәрсе. Осы жерде мен өзімнің басынан өткен бір оқиғаны айтып бергім келіп отыр. Шамамен 5-6 жыл уақыт бұрын үйде болсын, қонақта болсын, жәнегі кураганы, сары өрікті жеген кезде көзімнен жас ағатын, түшкіретінін, тамағым жыбырлайтынын байқадым. Сөйтіп осы мәселені тереңірек зерттеп, қазбалап көрдім. Жәнегі сонда білген нәрсем көбінде осы сары өрік, курага күкірт диоксидімен өңделеді екен. Ал күкірт диоксиді әсіресе мынау тыныс жолдарына, тамақ қуысына, мұрын қуысына жаман әсер етеді екен, яғни тітіркендіреді екен. Сондықтан көп адамда менікі сияқты реакция болу ол заңдылық екен. Өздеріңіз тіпті байқап көріңіздер, сіздерде осы сары өріктен кейін ағзаларыңызда осындай реакция байқамадыңыздар ма? Байқап және бақылап көрсеңіздер болады. Әрине, адам болғаннан кейін әркімнің ағзасы әртүрлі, әртүрлі реакция болуы мүмкін. Біреуде тіпті жәнегі демала алмай тұншығу сезімі болса, біреу тіпті сезбеуі де мүмкін. Бірақ дегенмен қандай реакция болғанымен күкірт диоксидінің денсаулыққа пайдалы емес екені барлығымызға анық нәрсе. Енді егер де сіз уже жәнегі алып қойған болсаңыз, жәнегі сары өрікті үйде, онда ше былай істеп көрсеңіз болады. Сары өрікті алып, суға 1 сағатқа қойып қоясыз. 1 сағаттан кейін алып, ағынды суға шайып, қайтадан жарты сағатқа қойып қойыңыз. Сөйтіп, жәнегі күкірт диоксидінен өрікті тазалауға болады екен. Қызық болу үшін эксперимент жасап көрсеңіздер болады. Осы 1 сағат тұрған су бар ғой, суды алып қарап көріңіз. Егер су боялса, яғни сіздің алған өрігіңіз боялған болды деген сөз. Яғни әртүрлі бояулармен өрікті әдемілеп бояйды екен, тартымды болу үшін. Егер де бояу жоқ болса, жай ғана су шыққан болса, және 1 сағат тұрған суда, оның ішіне бірнеше түйір марганцовка салып көріңіз. Марганцовка, өздеріңіз білесіздер, кез келген суды бояйды. Егер де сіздің жәнегі алған курагаңызда, сары өрігіңізде күкірт болған болса, 1 сағат тұрған судың ішіне жәнегі марганцовканы салған кезде ол су боялмайды. Сөйтіп эксперимент жасап көрсеңіздер болады. Яғни 1 сағат тұрған су боялмаса, сіздің алған сары өрігіңіз күкіртпен өңделген болды деген сөз. Енді сұрақ туындап отырған болар, қалай таңдауымыз керек онда ше деп. Жәнегі сары өрікті кураганы алған кезде біріншіден айтарым, сүйекпен болған дұрыс. Сүйексіз емес, сүйекпен болған ең дұрыс, естеріңізде болсын. Одан кейін тағы айтатын нәрсе, барынша тартымсыз, сұрықсыздау болған дұрыс та, табиғи реңді өңді болған дұрыс. Яғни көзді тартатын сап-сары, оранжевый емес, керісінше жәнегі қоңыртқым, сұрғыштау, жәнегі көзді болады ғой, бір тартымсыздау сондай болған дұрыс та, кеуіп қалған. Бірақ одан қорықпай қойыңыздар, оны үйге әкеп, дұрыстап жуып, суға салып қойсаңыздар, бір примерно шамамен жарты сағаттан кейін ана өрігіңіз әдеміленіп, ісініп, жұп-жұмсақ, дәп-дәмдіп, ең бастысы пайдалы, денсаулыққа зиян емес, керемет өрік болып шыға келеді. Кепкен жеміс-жидектердің туралы айтатын болсақ, тағы да көп біздің жиі қолданатынымыз ол чернослив, қара өрік деп айтамыз. Қара өрік денсаулыққа пайдалы, әсіресе кімде іш қату мәселесі бар, жақсы шешеді бұл мәселені, ішті жақсы жүргізеді. Қара өрікті әдетте адамдар жәнегі сатып алу үшін, жақсы өту үшін сыртын майлайды. Соған көңіл аударыңыздар. Майлаған өрік ол әрине ол жылтырап, глянцевый болып бір-біріне езіліп сөйтіп жатады. Сондықтан қара өрік алған кезде ішінде сүйегі барын алғандарыңыз жөн. Одан кейін түйір-түйір бір-біріне жабыспаған бөлек болу керек. Одан кейін сырты глянцевый емес, матовый болған дұрыс, яғни жылтырамау керек. Сондай өрік әдетте жақсы қара өрік болады.
Одан кейін тағы біздің жиі тұтынатынымыз ол мейіз. Мейіздің түрлері әрине әртүрлі болады. Мейізді әртүрлі жолмен өңдейді. Бояйтындар да бар, майлайтындар да бар, күкіртпен де және өңделетіні бар. Сондықтан басты нәрсе білулеріңіз керек, ол ұстаған кезде қолдарыңызды ұстап көріңіздер, боямау керек. Одан кейін бөлек-бөлек түйір болып мейіз жабысып жатпау керек. Міндетті түрде үйге әкеп суға салып тексеріп көріңіздер. Сары өрікті қалай тексеретінін айттым ғой, тура солай суға салып марганцовка салып тексерсеңіздер де болады, бояуға да тексеріп көрсеңіздер болады. Өйткені мейіз өте жиі әртүрлі өңдеулерге ұшырайтын жеміс жидектердің түріне жатады. Одан бөлек біздің жиі алатын кепкен жеміс жидегіміз ол финики дейді ғой, құрма. Құрманы өңделу жолы кіттей басқашалау болады. Өйткені құрма тоже шірімеу үшін, ұзақ сақталу үшін, тартымды болу үшін, дәмді болу үшін оны әдетте сахарный сироп дейді ғой, қант сиробына шылайды. Әрине қант денсаулыққа пайдалы емес екенін барлықтарыңыз білесіздер. Сондықтан құрманы алған кезде бір-біріне жабыспаған, сырты жылтырамаған сүйегімен болғаны дұрыс. Кез келген кепкен жеміс-жидекті таңдаған кезде сыртына көңіл аударыңыздар. Түсі барынша табиғи болу керек, сырты матовый болу керек, бір-біріне жабыспаған, жылтырамаған, құрттамаған, көгермеген болу керек. Және де айтатын нәрсе, кепкен жеміс-жидектерді таңдап жатқан кезде естеріңізде болсын, бұны сіз ғана емес, сіздің үйіңіздегі өсіп келе жатқан бала-шағаңыз жейді. Сондықтан бастапқыда біраз уақытыңызды, энергияңызды жұмсап мұқият болыңыздар. Бұл енді менің сіздерге шын жүрегімнен берген кеңесім деп қабылдаңыздар. Одан бөлек айтатын нәрсе, жалпы менің аудиториям, мені тыңдайтын менің тыңдармандарымның арасында дұрыс тамақтануды ұстанатын, салауатты өмір салтын ұстанатын, денсаулығына көңіл бөлетін адамдар өте көп. Әдетте бұндай адамдар денсаулыққа зиянды шоколад, конфет сияқты тағамдарды денсаулыққа пайдалы осы кепкен жеміс-жидектермен алмастырады. Осындай адамдардың назарын аударып айтқым келеді. Әрине сөз жоқ. Кепкен жеміс-жидектер денсаулыққа өте пайдалы, бірақ сонымен қатар қантқа өте бай болады. Осыны ескеріңіздерші. Сондықтан мөлшеріне өте мықты болуларыңыз керек. Мысал үшін, сіздерге түсінікті болу үшін айта кетейін, 100 грамм сары өрікте, не болмаса 100 грамм мейізде шамамен 11-12 қасық қант болады. Елестетіп көріңіздер, 100 грамм дегеніміз ол жарты стақан сары өрік, елестетіп көріңіздер, жарты стақан мейіз. Оны кез келген адам бір шай ішіп отырып, әңгімелесіп отырып жеп қою мүмкін, кез келгеніміз жеп қоюымыз мүмкін. Ол қиын емес, өйткені кепкен жеміс-жидектер өте тәтті болады, өте дәмді болады. Сондықтан айтайын дегенім, кепкен жеміс-жидектер денсаулыққа пайдалы екен деп көп-көптен жеп қоймаңыздар. Бір отырған кезде шамамен 2-3 түйірін ғана жегендеріңіз дұрыс. Мейіз жейтін болсаңыздар, шамамен 2-3 қасықтан асырмағандарыңыз дұрыс. Өйткені білесіздер, және айтып өткендей, денсаулыққа пайдалы, витаминдерге, минералдарға өте бай, сонымен қатар қантқа да өте бай. Сондықтан мөлшерін біліңіздер, мөлшермен ғана жеңіздер. Егер де менің осы видеом сіздерге ұнаған болса, қызықты болса, пайдалы болса, лайк басып маған жазылыңыздар. Әрбіреулеріңізге мықты денсаулық тілеймін, аман есен болыңыздар.